біз қазақ болғанда мұсылман едік. Біз қазақ болған кезде біз мұсылман едік, иә. Мұсылман едік, иә. Ал олар айтады, біз қазақ болғанымызда біз тәңірші болғанбыз. Сен қазақ болдың 15-ші ғасырда. Иә. Ал 6-шы, 7-ші ғасырда сен ол кезде қазақ емессің, өзбек те емессің. Ол кезде біз түркі болып жүрген кезіміз. Біздің бабаларымыз исламды бірден қабылдады. Енді бұл туралы да біз айта кетуіміз керек. Өйткені көп жерлерде осы тәңіршілікке қарсы сөздер айтылмайды. Негізі имамдарымыз айту керек еді. Бұл халықты жинап қойып. Бірақ аз айтылады. Неге? Біз көбірек осы тақырыпта көп әңгіме қозғауымыз керек. Өйткені мынау қазіргі тәңіршілміз, анауымыз, мынауымызды қуып жүргендердің барлығы оған жүректеріне әлі иман жетпей жатыр. Иманды біздің имамдарымыз жеткізе білсе, олардың барлығы қайтар еді, тәубесіне келер еді. Өкінішке орай қазір енді ондай бір тәңіршіліктен сақтаныңдар деп атқан бір имам